Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Мынандай бір нюансы бар. Мына отырған кезде бұл негізі пойыздар андай Европадағы елдерге, бұлардың қалаларының аралары өте жақын. Бір мемлекеттің бір шетінен бір шетіне дейін бір 2 сағат 3 сағатта жетіп барады. Бұлардың жолдары сосын сапалары жоғары болғандықтан бұлар көп жылдамдықпен жүреді. 200-180 км сағатына. Ал бізде бұл 100 км сағатына әрең дегенде жүреді. Біздің жолдарымыздың сапасының төмендігінен және біздің елдің аумағы ана басына мына басына 2 күнде жүреді, 1 күн 1,5 тәулік бойы жүреді. Сондықтан бұл кішкене қолайсыздығы бар. Және айтып кететіні мынадай орындықтары. Бұлай Европада адамдар өте бөлек болғандықтан кейін біздің қазақтың менталитеті мысалға бір дастарханнан бір жаңағыдай тәрілкеден жеу деген нәрселерге ыңғайсыз, қолайсыз. Мынаның үстіне мысалға бір шайнекпен бір кружкаңды қойсаң басқа затты қоя алмайсың. Сондықтан біздің мына Қазақстан темір жолының әкімшілігіне ұсыныс, мыналарға бір инженерлік бір кішкене бір өзгерістер енгізсе, мына столды ұзындау қылып, мына жағына да екі жағына ілінетін қылып сондай стол қойса, сөйтіп бір 2 адам мысалға отырып алсын, содан кейін жаңа ағашын қойсын, мына несін столын, сөйтіп мына жақтағы адамдар жаңа заттар тасып беріп, шығарып кіріп жүретін болса, сол ыңғайлы болатын еді. Вагонның ішінде мынандай диспенсерлер тұрады. Ыстық су, суық су, мына қайнаған су деп аталады. Осыдан жаңа бір реттік одноразовый стакандарменен құйып алып ішесің. Шайды ішетін болсаң, былайша су ішетін болсаң, мына жағынан. Енді бұл жерде айта кететін нәрсе, бұл вагондарда кружка, пәрнек, шайнек деген нәрселер жоқ, бермейді. Қасық, вилка деген. Сондықтан осы тальгомен жүретін болсаңыздар, міндетті түрде өздеріңізбен ыңғайлы болып шай ішу үшін кружкаларыңызды, қасық, вилка, құрал-сайман, жаңағы шайнек, даже керек десеңіздер, мына жақта бір купеде бір жігіттер немен отыр екен, электр шайнекпен отыр екен, сонымен шай ішеді екен. Сосын мына жерде тарлау кішкене, мына адам өтетін кезде бір адам өтсе, екінші адам мынадай есіктің мынадай жиектерге тұрып сөйтіп өткізетін екінші адамды. Әрі қарай кеттік. Мына туалеті, әжетханасы, бұның бір мынадай несі өте тар. Мына жері кірген кезде бір мына ұзындығы 90 сантиметрдей, мына жері ені 70 сантиметрдей. Бұған енді отырған кезде, мына әжетханаға кірген кезде тікерей керсең, артқа бұрыла алмайсың, есікті ашып барып бұрылып, қайтадан арқамен кіру керек. Мынадай ірі кісілер болса, ата әжелер болса, мына жер өте қолайсыз. Сосын ең мынадай несі қызығы, мына жерде беті қол жуатын болсаң, бетің жусаң, су жерге денеңе ағып кетеді, өйткені еңкей алмайсың, арқаң мына жерге тиіп тұрады да, мына жақтан бетің жусаң, бәрі денеңе тиеді. Сондай нюанстар бар. Және айтатын нәрсе, бұның ішінде салқындатқышы, кондиционері бар, жақсы. Бірақ біздің бүкіл пойыздарда қайсысында кондиционер бар. Әлде терезе ашу соның мәселесі. Бір купеде балалар отырады, бір купелерде үлкен апа әжелер, сосын аталар отырады, сөйтіп кондиционерді өшір, я болмаса жаңағы терезені жап деген сияқты сондай нюанстар болады. Осындай жолда жүргендер оны біледі. Жас жігіттер болса кондиционерді қосайды. Сөйтіп кондиционерді мына машиналарда, автокөліктерде бар жаңағыдай двухзонный, трехзонный, четырехзонный контроль, климат контроль ет. Сондай нәрселерді негізі орнату керек. Бұл жаққа инженерлеріне КТЖ, Қазақстан темір жолдарының әкімшілігіне осындай бір бізден ұсыныс.
осы пойыздарда мына мысалға 5 купе ма мына вагонда, сол 5 купеге 5 пятизонный контроль, климат контроль жасау керек. Әрқайсысы өзінің жаңа купесінде осындай ауа райын, климатын өздері реттеп отыратын сондай жасап беру керек. Осындай біздің ұсыныс. Бізге бұндай әжетхана біздің қазекеңдерге өте қолайсыз. Себебі бізде ер адамдар түргеліп тұрып дәрет сындырады, содан жан-жағын бәрі мыналар бүлінеді. Сөйтіп кірген адам анаған етегін, шалбарының балағын тигізгісі келмей, бұл жерде қатты мына жерге есікке қарай тақалып тұрады. Сөйтіп мына жерде қайтадан артпен алдымен кіру үшін есікті ашып барып қайтадан кіріп сөйтіп жүреді. Өте тар, мына жер бір где-то 90 сантиметр, былайынан 70 сантиметр дейме, сондай мына іші. Енді мына унитаздың кесірінен бұл жерде бір 30 сантиметр дейме болады адамға кеңістік. Сондықтан біздің ана кәдімгі қарапайым вагондардағыдай үлкейту керек сияқты. Ең болмаса мына жер үлкейтпесе де, мына жерде мынандай қол жуатыны бар. Сол екеуін біріктіру керек па, бір нәрсе болмаса, мынаны алып тастап жерден жасау керек, әжетхананы жерден жасау керек. Сол кезде адамның несіне, етегіне, балағына тимейді. Және мына жерде беті қол жуатын болса, адам суды бетіне шашатын болса, адам денесіне түседі. Өйткені бас еңкей алмайды, арқасы мынаған тиіп тұрады адам. Ал мына жағы басымен еңкей алмайды. Мынаның ішіне суды түсірейін десең, оған ыңғайлы емес. Мына кеңістік мына жерде өте тарда. Сөйтіп бетін жуған кезде ана үстіңе шашылады судың бәрі. Және бізде құманмен, бөтелкемен сөйтіп біз жаңа іш дәрет алатын болсақ, мына жерде өте қолайсыз. Суды да алуы, мына жерге жуыну да басқасы бәрі ыңғайсыз, өте тар. Сондықтан өте қажет ететін біздің қазекеңдерге осыны ыңғайлы қылып, мынаны жерден қойған дұрыс деп ойлаймын. Соны Қазақстан темір жолдарының әкімшілігіне құлақ қағыс, осындай ұсыныс. Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.